Сәлем достар, баршаларыңызға. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Ең каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Бұл видео бірінші сыныпқа қажетті құжаттарды қалай егов арқылы тіркеп, егов арқылы өтінім жіберетін боламыз. Ол қалай болады, соны көрсететін боламын. Осылай егов порталына кіріп аласыздар. Сосын ең басты бетте міне үшінші тұрған білім деген жерді басасыздар. Орта білім деген астына түсесіздер. Міне осы жерде бірінші сыныпқа қабылдау үшін құжаттарды қабылдау ең бірінші тұр, соны таңдайсыздар. Осы жерде қызметті онлайн алудың астында міне қандай құжаттар керек, сол тұр сіздерге. Ең бірінші 3-4 суреттеріңіз және 52-ші анықтамасы, одан кейін 65-ші анықтама, яғни вакцина туралы. Сол құжаттарыңызды алдын ала PDF форматқа салып дайындап аласыздар. Ары қарай онлайн сұрауды басасыздар. Бізде 3 қадам шығады. Бірінші қадамында өтініш түрін анықтаңыз дейді. Құжаттарды қабылдау және білім беру дегенді таңдайсыздар. Одан кейін сіздерде данныйларыңыз шығады, баланс номерлеріңіз шығады. Қосымша номер енгізсеңіздер де болады, емайлдарыңызды. Сосын өтініш кімнен беріліп жатыр, соны жазасыздар. Ата-анасы. Одан кейін бала таңдауды таңдап, балдарыңызды қайсысын жіберіп жатырсыздар, соны таңдайсыздар. Одан кейін шағын участка бойынша білім беру ұйымы таңдаңыз келе ме десе, жоқ дегенді басасыздар. Оқу түрі күндізгі, оқу жылы осылай шығып тұрады, және сыныпты бірінші қылып тұрады. Одан кейін аймақтарыңызды таңдайсыздар. Қай аймақтан мектепке жіберіп жатырсыздар, сол аймақтың адресін белгілейсіздер. Аймақтарыңызды белгілеп болған соң аудан дейді. Сіздер қай ауданнан жіберіп жатырсыздар, аудандарыңызды белгілейсіздер. Одан кейін барып, ауданды белгілеп болған соң, ол жерде сіздерде мектептеріңіз шығады. Мектептеріңізді белгілейсіздер. Мектептеріңіздің адресін белгілейсіздер осылай. Одан кейінгі уже бізде мектепті белгілеп болған соң, келесіде бізде файлдарымызды жүктейтін боламыз. Жаңағы дайындалып алған 3-4 суретімізді 052 және 065 анықтамаларымызды дайындап қоямыз электронды түрде. Ең бірінші бізде 3-4 суретімізді белгілейтін боламыз. Жаңа файлды таңдау деп өзі осы жерге қойылып тұрады. Соны енді файлды таңдаңыз дегенді басасыздар. Ары қарай 052-ші анықтамаларыңызды дайындап қоясыздар, файлдарыңызды PDF форматтағы. Осылай файлдарыңызды жүктеп қойған соң, 2 галочка тұрады ең астында. Сол галочкаларыңызды белгілейсіздер. Міне осылай файлдарыңызды жүктеліп болған соң, міне осылай шығып тұрады. Жанында көрсетіліп тұрады, қанша файл жүктелгені. Осылай галочкаларымызды қоямыз, одан кейін сұрау жіберу және қол қоюды таңдайсыздар. ЭЦП ключтарыңызбен қол қоясыздар. Ол кезде бізде уже екінші шаққа өтті. Электрондық цифрлық қолтаңба ЭЦП қолдану қол қою дегенді таңдайсыздар. Ақпарат тасымалдағышты таңдайсыздар. Міне осы жерде сіздерде ЭЦП-ларыңыз шығады, ЭЦП-мен қол қоясыздар. Келесіде бізде үшінші шақ, ол үшінші шақта сіздердің жіберілген заявкаларыңыз көрініп тұрады. Бір жұмыс күні уже сіздерге ответ келеді. Мектебі ар жақта сіздерді қабылдағаны жөнінде. Сол кезде мәртебені жаңарту деп
жаңартып осылай тіркей бересіздер.